Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, сонымен қатар өте пайдалы коллагенге бай холодец жасайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге ең алдымен сиырдың аяқтары қажет. Жақсылап жуып тазалап, қазанымызға салып, бір рет қайнағанын күтеміз. Қайнап шыққаннан кейін суын бір төгіп тастаймыз да, қайтадан екінші мәрте қайнатамыз. Қайнап шыққаннан кейін көбіктерінен жақсылап тазалап 6 сағат баяу отта пісіретін боламыз. Менде 6 сағат өтті, ол өте жұмсақ болып пісті, сүйегінен ажырап тұр. Қасына бір жапырақ ет қоссаңыздар да болады. Тауықтың етін немесе жылқы етін қоссаңыздар болады. Мен жылқы етін пайдаландым. Осылай 6 сағаттан кейін сүзіп алдым еттерімді. Сүйегінен ажырап пісті. Одан кейін сорпасына тұзымызды, лавр жапырағын 3-4, одан кейін бұрыш қоссаңыздар болады. Одан кейін сарымсақ қостым, 3-4 бас майдалап турап, оны да қостым. Бір бұрқ еткізіп қайнап алып, кейін сүзетін боламыз. 6 сағат қайнағаннан кейін өте пайдалы сорпа болып табылады. Әсіресе әйел адамдарға пайдалы коллаген және бұдан кальций бөлінеді. Кальций, коллаген әйел адамға міндетті түрде керек. Ерте қартаймауына, әжімнің ерте түсірмеуіне, сонымен қатар бетінің жасарып жылтырлауына өте қажет болып табылады. Одан кейін етімізді майдалап турап аламыз. Сорпамыз сәл суылғанша қатты суып кетпесін, жылдай болса да болады. Одан кейін қазақ халқында білесіздер, жаңа туған әйелге 40 күн бойы күтеді, осылай сорпалап береді. Сорпа әйел ағзасына өзінің қайтадан қалыпқа келуіне өте жақсы әсерін береді. Менің видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Қазақ тілі арнаның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып кетіңіз. Әсемдік үшін осылай сәбіздерді салдым. Үстіне укроп, горох қостым. Самасаңыздар да болады. Әсемдік үшін салып қойдым мен. Барлығын жайғастырып болғаннан кейін етімізді де саламыз. Барлығын салып шыққаннан кейін сорпамызды үстіне құямыз. Міне осылай оңай дайындалатын холодецтер жасап көріңіздер. Барлығын құйып болғаннан кейін 3-4 сағат холодильникке салып қоямыз. 3-4 сағат өткеннен кейін өзі қатып қалады. Содан кейін ұсына берсеңіздер болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.